Сәлеметсіңдер ме, ізденімпаз балапандар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 79-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғаймын, септік жалғауларының емлесі. 74-ші жаттығу мәтінді тыңда. Адамды табиғаттан, табиғатты адамнан бөліп қарауға болмайды. Табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлары мен өсімдіктері адам үшін тіршілік етудің басты көзі болып табылады. Сондықтан табиғатты туған анандай көріп, туған ұлыңдай қорғауың қажет. Оған бабаңдай табынуың керек. Егер сендер ағаштарды аяусыз сындырып, гүлдерді жұлып, құстардың ұясын бұзып, жазықсыз жәндіктерді өлтіріп, ағып жатқан суға қоқыс қалдықтарын тастасаңдар, табиғат анамыз тарығады. Мұндай жағымсыз қылықтардан аулақ болайық, балалар. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Егер табиғатты қорғамаса, қандай апатты жағдай болуы мүмкін? Егер ары қарай жалғастырамыз осы нұсқаулықтарды. Егер табиғаттан алатын нәрселерді дұрыс пайдаланбаса, не болуы мүмкін? Егер табиғатты қорғамаса, қандай апатты жағдай болуы мүмкін? Егер апатты жағдайлар болса, адамзатқа зияны қандай? Адамзат баласы табиғатсыз өмір сүре ала ма? 75-ші жаттығу. Жұмбақты оқып жатқа айт, шешуін тап. Екі ішек бар далада, ауылды жалғап қалаға. Қаланы жалғар ауылға, екі шекпен зулай дел, жауында да, дауылда. Зат есімдерді тауып, қай септікте тұрғанын айт. Жұмбақтың жауабы рельс, яғни пойыз жол жүретін жол. Зат есімдер далада, ауылды, қалаға, қаланы, ауылға, шекпен, жауында, далада деген сөздер. Далада бұл жерде жатыс септігінде, ауылды деген табыс септікте, қалаға деген барыс септікте, қаланы деген сөз табыс септікте, ауылға деген сөз барыс септігінде, ішекпен немен көмектес септігінде, жауында жатыс септігінде, дауылда жатыс септігінде тұр. Келесі жаттығу. Берілген зат есімдерді екі түрлі септікте қойып, жақшадағы сөзбен тіркестіріп жаз. Үлгі берілген: жіпті байлау, жіппен байлау. 77. Мәтелді оқып жатқа жаз. Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті. Көмектес септігіндегі сөздердің жалғауына назар аудар. Мәтелдің мағынасын түсіндір дейді. 76-ның жауабына көшейік. Гүлнұрға бару, гүлнұрмен бару. Жіпке байлау, жіппен байлау. Қолмен жуу, қолды жуу. Әнді айту, ән айту, әнмен айту деген сияқты өзгертіп жазсаңдар болады. Ал мәтелдің мағынасына келетін болсақ, әр заттың өз көркі бар. Ел жасымен дегені елдігіміздің ұзақ болуымен, татулығымен деген, яғни солысымен көрікті болады. Ал тау тасымен дегеніміз тассыз тау жоқ шығар. Жартас тастары тағы да басқа өзіне тән ерекшелігі болады. Аяқ тамағымен көрікті, қыз қылығымен көрікті деген сияқты қазақта басқа да сөздер бар, салыстыратын болсақ. 78-ші жаттығу. Төмендегі сөздердің тиістісін қойып, өлеңді қалпына келтір. Анамның, басқаны, күн деген үш сөз берілген, орнына қойып дұрыстап шығайық. Өз отаным маған күн, мен басқаны ұқпаймын, әкем менен анамның айтқанынан шықпаймын. Келесі жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауларын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бізде дұрыс нұсқа: табиғат пен адамды бөліп қарауға болмайды. Суға қоқыс тастама, құстардың ұясын бұзба. Бұл оқиғаны журналдан оқыдым. Яғни көп нүктенің орнына осылай туралап жазамыз. Келесі жаттығу. Табиғатты қорғайық нұсқаулығын толықтыр. Ағашты кеспе, гүлді жұлма, қоқыс тастама, суды ластама, орманды өртеме, көгалды таптама, құс ұяларын бұзба, жәндіктерді өлтірме деген сияқты
нұсқаулықтар, яғни ережелер құрсақ болады. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Сабақ түсінікті болса комментарий, лайктарыңды аямаңдар балалар. Сау болыңдар, сабақта 5 алуларыңа тілектеспін.